Айзере үнемі ұстазынан қашқақтап, бойын аулақ ұстауға тырысып-ақ жүрді. Бірақ та Нұрдәулет оның қыр соңынан қалмай жүрді. Нұрдәулет өзінің ғашық болып қалғанын және де сүйіктісін көрмесе бір сәтке де тұра алмайтынын түсінді. Бірақ сүйіктісіне жақындаған сайын Айзеренің жаны қинала түсті. Өйткені әпке жездесі кейде сабаққа жібермей, ешбір үйірме қосымша сабақтарға қатыстырмай қойды. Сүйгенінің нұрлы жүзін бір көргенді қанағат тұтып, үнсіз ғана алыстан бақылап жүрді. Оның әрбір жетістігіне қосыла қуанып, оған қырындаған жігіттердің құлағын бұрап, қызғыштай қорғап жүрді. Күнде кешкісін Айзеренің үй жағына барып, сыңғырлаған үнін естіп, нұрлы жанарына тамсанып жүрді. Сөйтіп жүріп, Айзеренің жездесіне ұсталып қалды. «Ей, сүмелек, неге менің үйімнің маңынан кетпейсің? Саған өзі не керек? Кіп-кішкентай қызда не шаруаң бар? Ол әлі махаббат не екенін білмейді. Мен оған ессіз ғашықпын, оны сүйемін. Ол әлі бала ғой, білемін. Соны білген соң, одан алшақ жүрмін. Оған ешбір зиян тигізер ойым жоқ. Тек оны көрмесем, даусын естімесем, жүрегім жай таппайды, көзім ілінбейді. Сенде менің шаруам жоқ, бірақ балзымның бір тал шашы түссе де, мен сенен көремін. Және де сені аямаймын. Уайымдама, мен де оған ешкімнің саусағының ұшын да тигіздірмеймін. Тең-теңімен, тезек қабымен дегендей, өрімдей жас қызға көз салмай, өз теңіңді тапсаңшы. Жүрегіме әмір жүрмесе қайтейін. Өзгеге көңіл бұра алар емеспін. Көзден кетсе көңілден кетеді деп айтып жатады ғой. Мүмкін мектепті тамамдап, жоғары оқуға түссе, сол кезде ұмытармын. Ал оған дейін осылай сыртынан ғашық болып, оған қамқор болуыма рұқсатыңды бер. Ех, Нүреке, сені түсініп-ақ тұрмын ғой. Мен де еркекпін. Мен де махаббат атты шоқтың үстінен жүріп өткенмін. Жаныңды өртеп азапқа салатынын да білемін. Егер де ағасындай қамқор боламын десең, ендеше үйіме жүр, қонағым бол. Рас айтып тұрсың ба? Иә, тек бір ғана шартым бар. Иә, мен бәріне дайынмын. Әр күн сайын менің үйімді қарауылдауды қоясың. Тек аптасына бір күн ғана үйіме қонақ болып тұрасың. Онда да балзыма ессіз ғашық ретінде емес, менің досым ретінде. Жарайды, досым. Айзеренің жездесі Еркін өте түсінігі мол, көңілі кең жігіттің сұлтаны. Нұрдәулетті өзіне дос санап, үйіне қонақ етті. Нұрдәулет Айзеремен қоса Еркіннің ұл қыздарының сабақтарына көмектесіп, білмеген жерлерін түсіндіріп жүрді. Жап-жас қыздың қамыр жайып, тұшпара түйгенін көрген Нұрдәулеттің ғашықтық сезімі арта түсті. Еркін мен Нұрдәулет бір анадан туған бауырлардай етене жақын араласып кетті. Нұрдәулет мектеп директоры болып сайланып, әр бөлінген ақшаны тиынына дейін мектепке жұмсап, білімді шәкірттердің саны арта түсті. Айзере де ұстазы әрі өмірлік серігінің ізбасары болып, мектепке жұмысқа орналасып, тарих пәнінен сабақ өтіп, мықты шәкірттер тәрбиелеуде.